Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен тарыдан жасалатын қазақтың ұлттық тағамы майтарының рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тарымызды өзімізге қажетті мөлшерін өлшеп алып ыдысымызға саламыз. Оны кішкене ыстықтау сумен 3-4 мәрте жақсылап осылай жуып тазартып аламыз. Тары дақылының тағамдық құнары мен түрлі емге тигізер пайдасы өте көп. Бұрынғы кезде емшілер ұзаққа созылған дерттен әлсіреген адамдарды ашыған тары көжесімен емдеп жазатын болған екен. Оның құрамында жүйке жүйесін тыныштандыратын, бойға күш-қуат беретін В тобындағы дәрумендер бар. Міне барлығын жуып тазалап алдым. Енді оның үстіне қайнап тұрған оттан алынған сүтімізді құямыз. Бетпе-бет құямыз. Егер сізде сүт болмаса, ыстық суға демдесеңіз де болады. Бірақ сүтке демдеген кішкене дәмдірек болады. Осылай бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Міне 15-20 минутымыз өтті. Міне сүтіміз тартылып, біздің тарыларымыз кішкене ісіп, жұмсарды. Енді біз бұл тарыны осындай мата майлықтың үстіне төгіп, яғни жайып, тарымызды кептіреміз. Яғни ол бұлай былшылдап, сулы болып тұрмауы қажет. Кепкен болу қажет. Жақсылап кептіреміз. Ол үшін мата майлықтың үстіне барлық тарымызды төгіп, осылай бір тегіс қылып бетіне жайып шығамыз. Одан соң тағы да таза майлығымызды алып, оның бетіне жабамыз. Осылай кішкене бір 10-15 минутқа қалдырамыз. Міне 15 минут өтті. Біздің тарымыз құрғарып, кішкене шашыраңқы болып тұр. Міне енді барлығын ыдысымызға салып аламыз. Міне тарымызды мен ыдысыма салып алдым. Міне жақсылап кепті тарым. Өздеріңіз байқағандай, міне. Енді оның үстіне шекерімізді саламыз. Шекер өз қалауыңызша, қатты тәттірек болған қаласаңыз көптеу саласыз, немесе тәттірек болған қаламасаңыз аздау саласыз. Осылай салып, барлығын біркелкі араластырып аламыз. Енді оның үстіне сарымай қосамын. Менде осындай қолдың сарымайы. Бұл сарымайдың құрамында кішкене тұз қосылған. Сондықтан мен бұл тарыға тұз қосқан жоқпын. Егер сіздер дүкеннің майын пайдаланатын болсаңыздар, онда шым-шым тұз салып жіберуді ұмытпаңыздар. Міне майымызды салып жақсылап араластырамыз. Міне біздің майтарымыз, яғни кейбір жерлерде майсөк деп айтады, майсөгіміз дайын болды. Өте тойымды тағамдардың бірі. Байқағандарыңыздай мен өте аз мөлшерде жасадым. Егер сіздер бұдан да көп мөлшерде жасайым десеңіз, 2 есе 3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Барлық қосылған құрамдардың барлығын описаниеге жазып қоятын боламын. Жасап көруге кеңес беремін. Өте тойымды және пайдалы қазақтың ұлттық тағамы. Осылай ыдысымызға, кесемізге салып, ыдысқа төңкеріп, дастарханға ұсынатын боламыз. Міне біздің майтарымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, басқа да пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.